Қазақ халқына небір мықты бокс майталмандары шыққан. Олардың бірін еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін білсе, енді бір батырларымыз өкінішке орай тазада қалып ұмыт болып жатыр. Біз бүгін 2000 жылдары Қазақстанның ең мықты боксшыларының бірі болған әлем чемпионы Ердос Жаңабергенов жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Ердос Үсенұлы Жаңабергенов 1984 жылы 17 қаңтарда Қарақалпақстанда дүниеге келеді. Боксты 8 жасынан бастаған Ердос жастар арасында 3 рет Өзбекстан чемпионы атанады. Бірақ соған қарамастан өзбек ағайындар Ердостың ұлты басқа екендігін үнемі есіне салып, шетелдерде болатын үлкен жарыстарға оның орнына өзбек боксшысын апарып жүреді. 2001 жылы Ердос 17 жасқа толғанда отбасымен атамекенге оралып, алдымен Ақтөбе қаласына тұрақтаса, кейіннен Ақтауға көшіп кетеді. Мұнда көптеген чемпиондар дайындаған Марат Жақиевтің бапкерлігімен Ердос енді өзі қатысқан жарыстардың барлығын жеңе бастайды. Алдымен 2004 жылғы ел біріншілігінде 81 келіге дейінгі салмақта чемпион атанып, ұлттық құраманың бірінші нөмірлі боксшысына айналады. 2005 жылы Вьетнамда өткен Азия чемпионатында қарсылас шақ келтірмей алтын жүлде алған Ердос көп ұзамай сол жылы Қытайда өткен әлем чемпионатына жол тартады. 81 келінің боксшылары үшін бойы қысқа ғана Ердос керемет техникасы мен ауыр соққыларының арқасында бұл турнирде қарсылас шыдатпайды. Алдымен Оңтүстік Корея боксшысын жеңеді. Екінші айналымда австралиялық боксшы да қиындық тудырмайды. Ширек финалдағы тунистік боксшы Ердостың соққыларының қаншалықты ауыр екендігін жан-тәнмен сезді десек те болады. Жартылай финалда отандасымыз өзбекстандық Өткірбек Хайдаровпен жолығады. Бұл боксшы бұрынғы әлем чемпионатының жеңімпазы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, өте тәжірибелі боксшы. Дегенмен шын тұлпарға тұсау жоқ демекші, Ердос қарсыласын 36-31 есебімен жеңіп финалға шығады. Мұнда отандасымызды Хорватия елінің өкілі Марио Сиволя күтіп тұрған болатын. Жекпе-жек бастала сала қарсыласына қысым көрсетіп шабуылдай бастаған Ердос салған жерден бірнеше ұпай алға шығып кетеді. How has Erdos got 2 points on the board? Yeah, it is not. If the Croatian can use In the 2000 Olympic Championships in Sydney, which doesn't augur well from here. Maybe. Дегенмен раунд соңында еңгезердей хорват оң қолдың ауыр соққысын отандасымызға өткізіп үлгереді. Парыз болғанда ұнатпайтын Ердос екінші раунд бастала сала сол қолдың қарымта соққысын қарсыласына кигізіп жібереді. Аз ғана уақыттан соң Сиволя тағы да сол соққыға түсіп қалады. Таза жеңіліп жатқанын сезген хорватиялық уақыт өте келе жанталаса шабуылдай бастайды. Қарсыласты күтіп алып жұдырықтасқанда жаны сүйетін Ердос үшін бұл өте қолайлы болатын. Жекпе-жек соңына дейін отандасымыз есепте 15 ұпай алға шығып кетеді. Mario Sivolier has got a mountain to climb here. He's been knocked out to win this. Осылайша Ердос Жаңабергенов 21 жасында әлем чемпионы атанып, қазақтың көк туын Қытай елінде бір көтеріп қойған болатын. now they're seeing this boxing in the World Championships, a guy from their own country. Өте еңбекқор Ердос чемпион болдым деп ойын той қуалап кетудің орнына дәл сол жылы рингке қайта оралып 2005 жылғы әлем кубогына қатысады. Командалық жарыс ретінде өтетін бұл турнирдің жартылай финалында Қазақстан мен Куба құрама командалары кездескен болатын. Сол кездесуде 81 келіде еліміздің атынан шыққан Ердостың қарсыласы 18 жасар кубалық Юниор Дортикос болады. Бұл кезде Куба боксшыларының түкіргенде түкірігі жерге түспей тұрған кезеді. Бірақ еш қобалжымаған Ердос өз мәнерінде сол қолдың қарымта соққыларымен кубалық боксшының есін шығара бастайды.
Да вообще неплохо бьет. Вот говорю, так размажешь, он слева бьет. Я имею в виду казахского боксера. По корпусу прошли. Неожиданно. Отлично. Вот он. И опять мы видим. И попадает, да. Да, сильная команда. Дегенмен тоқтаусыз шабуылдай берген Дортикос екінші раунд соңында бірнеше соққысын өткізіп жібереді. Он не зависает, он просто не попадает. Ох, сколько же. Тут за явным преимуществом может Было бы замечательно. Бірақ көп ұзамай кезекті қарымта соққымен қарсыласты есеңгіреткен отандасымыз енді өзі шабуылға шығып кубалық боксшыны нокаутқа жібереді. Отлично. Попал! Ну попал! Оттолкни его, оттолкни! Еще раз, оттолкни! Ой, класс! Вот он! Александр! Осылайша өте сәтті өткен 2005 жылдан кейін Ердос құраманың ең үздік боксшыларының бірі екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Енді 21 жасар Ердос 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасынан да алтын жүлдемен оралуды армандай бастайды. Бірақ өкінішке орай 2006 жылы Ердостың белінде жарақат пайда бола бастайды. Алғашында аса мән бермеген оған уақыт өте келе жүрудің өзі мұң бола бастайды. Қазақстанда белге ота жасайтын білікті дәрігер болмаған соң 2007 жылы Германияға барып жасатады. Ердос емделіп жатқан шақта 81 келіде Олимпиада лицензиясын басқа боксшы жеңіп алған болатын. Енді бос тұрған 91 келіге көтерілуге мәжбүр болған ол 2007 жылғы Азия чемпионатына қатысады. Өкінішке орай бұл кезде ескі жарақаты қайта бас көтере бастаған Ердос ашылып өнер көрсете алмай жарыстан шығып қалады. Осылайша болашағынан көп үміт күттірер боксшыларымыздың бірі бар болғаны 23 жасында мансабын аяқтауға мәжбүр болған болатын. Ердостың мансабы аз ғана уақытқа созылса да, ол осы уақыт ішінде көп боксшылар бағындыра алмайтын белестерді бағындырды. Әуесқой бокста 231 жекпе-жек өткізген ол бар болғаны 4 рет қана жеңілген екен. Мұндай жоғары көрсеткішпен мақтана алатын әлемде тек Геннадий Головкин мен украиндық Василий Ломаченко ғана бар. Міне достар, Ердос Жаңабергеновтың мансабы осылайша өткен болатын. Өкінішке орай желіде Ердос ағамыздың жекпе-жектері сақталмаған екен. Бар видеоларды сіздерге ұсындық. Соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.